Елімізде баспана алуға болатын тағы бір жаңа бағдарлама пайда болуы мүмкін. Бәйтерек ұлттық холдингі үкіметке банктерді субсидиялауды ұсынды. Жаңа бағдарлама халыққа қаншалықты қолжетімді болмақ? Сарапшылар не дейді? Аямүт әлі тарқатады. Елімізде тұрғын үй кезегінде тұрғандар саны 613 мыңнан асады. Соның 70 мыңның тұрмыстық жағдайы тым нашар. 51 мың көп балалы отбасы болса, 2 мыңы жетім балалар санатына кіреді. Тағы 10 мың мүмкіндігі шектеулі жан мен мүгедек баласы бар 7 мың отбасы да баспанаға мұқтаж. Үкімет биыл 138 мың үй салмақ. Алайда соның қаншасы нағыз мұқтаждарға бұйырары белгісіз. Ал халықпен тілдессең, көбінің басында баспанасы жоқ. Жоқ. Тұрған кезек кезетенге. Жауап болған жоқ одан кейін. Баспанаңыз бар ма? Жоқ. Баспана алуға ниеттімін, бірақ ақша жинап жатырмын. 3 жылдың көлемінде болып қалды. Зейнетақы қорынан алуға болатын ақшаның азаюы мен 7-20-25 бағдарламасының жабылуына байланысты енді жаңадан салынған баспаналардың кейбірі сатылмай қалуы мүмкін. Осыған алаңдаған шенеуніктер екінші деңгейлі банктер беретін ипотекалық несиенің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялайтын болды. Несие бастапқы 20% жарнамен 20 жылға беріледі. Бұрынғыдай 25 миллион теңгенің ғана емес, 35 миллион теңгеге де үй алуға болады. Осы бағдарламаны іске қосу үшін заңнамалық өзгерістер қажет емес. Бюджет мақұлданғаннан кейін Қазақстандық тұрғын үй компаниясы осы бағдарламаны дереу іске қосуға дайын. Халыққа баспаналы болудың тиімді жолын ұсынып жүрген сарапшым Дәулет Мұқаев бұл бағдарламаның қызығын тек қалтасы қалыңдар ғана көреді дейді. Ал 200 мыңның жалақысын алатындарға бұл тиімсіз. 20 жылға 20 миллионның үйін алатын болсаңыз, айына шамамен 178 мың теңге төлеу керек болады. Ал егерде сол максималды 35 миллионның үйін алам десеңіз, шамамен 309 мың теңге дейін төлейсіздер. 20 жыл бойы ай сайын. Жұмысы бар, айлығы 400 мыңнан асатын азаматтарға ғана алуға мүмкіндік беретін бағдарлама болып тұр. Сарапшы үкіметтің есебімен де келіспейді. Елде ресми мәліметтегіде 600 мың емес 3 миллион халық баспанаға мұқтаж дейді. Ал қолжетімді бағдарламалар саны елде тым аз. Жарнамасы жер жарғанымен көбісі аяқсыз қалып, у-шумен ақыры жабылып қалады. Аямүт әлі, Нұрсұлтан Сәулет, Ермек Махметов, Нұрлан Әлмұхамбетов, Айбат жаңалықтар қызметі.